Ассаляму алейкум, урметли телесерджилер, хаберлер вақты студияда мен Алиме Кайбулаева Чалшан вешімдікі саатқа бойле малымат. Бақчисарай районындаки ең кескін меселелеріні Девлет Дума мебусы Руслан Балбек огренді. Қырым пайтақтында Русия президентіне намзет олған Владимир Путинге дестек көстермек үшін имзалар топлап башладылар. Қырым сакинлері ве туристлер қышқа керчектен де далмақ үшін төпеге дағларға көтерілмек кереклер. Құртарыжылар яңы йылық тәтилерінің нәтижелеріні белгіледілер. 2017 сененің декабрь 31 күнінден 2018 сененің январь 8 күніне қадар февқуледе вазиетлер нәтижесінде 20 инсан қазаланды. Олардан бірі яш бала, қалған 19 инсан yol қазалар себебінден зарарландылар. Бұндан ғайры 2017 сенеге баққанда қазалар 53% азлашты, деп білдірділер. Султания Ситакаева тәфсилатлар иле. Елбаш байрамлары Русия-Украин сынырында Қырымға yol алған yolcularının sayısını arttırdı. Тек кечкен сененің декабрь 31-де сынырдан 11 bin insan keçті. Емде сыныржылар білдірділер ки, чоқ инсанлар ве машиналар екі тарафқа, ем Украинаға, емде Қырымға кечмеге тырыштылар. Кезлевде январның 5-інде четел араба acele yardım машинасына урылды. Видео язуда көрінеки Volkswagen машинасының айдавчысы yüksek сүрят ile келейді. Ве тоқтамны кеч башлады. Acele машинасының айдавчысы чатышмадан қачмаға тырышты, ама етіштіріп оламады. Нәтижеде acele yardım машинасы 360 градусқа айланды. Yol қазасында acele машинасының айдавчысы ве 3 yolcu zarar көрділер. Қырым пайтақтының мерkezінде киік домузлар чапып юрелер. İçtimai ағларда бойле видеоны ерлі сакен ерлештірді. О қайдеткеніне көре, учи домуз Воровского соқақларында чапып юре. Ама тек бірісі авторегистраторға түшті. Қалған екісі yol кенарында бұлындылар. Ерлі сакенлер шашмадылар, білдірділер ки, Боеванларыны Воровского районында енді бір қач сефер көрділер. Америка Қошма Штатларының араштырыcı учағы екі сефер Қырымның ялы бойындан ұчып кетті. Қайыққа қаршы учақ бір қач саатлар девамында ярымаданын Зиманеви арби инфраструктурасыны білмек себебі мақсадынен ұчты. Учақ Сиганелланың Сицилия арби базасындан ұчып чықты. Емді январь 5-інде Америка Қошма Штатларының учағы оператив араштырыcыларыны Русия сынырларында ве Балтиканың Женеби тарафларында кечірді. Туристлер Милят байрамыны Ялта шерінде қайдетмеге севелер. Қырымның курорт пайтақты Елбаш байрамларыны кечірмек үшін Русияның ең севілген ерлерден бірі олды. Ялта жедвелінің 5-ші еріні алды. Жедвелде 1-ші ерлерде Москва, Санкт-Петербург, Сочи ве Қазан ерлештілер. Қырым Жүмхуриет курорт назерлігінің мәліматына көре ярымаданы 2017 сененің 11 ай девамында 5 миллион инсан зиярет етті. Херсон махкемесі Қырымның сабық сағлық сақлав назиры Петр Михальчевскийні яқалады. Бұақта Украин көтлеви хабер васталары хабер еті. О девлет сатқынлығында қабатлана сабық мемур бір айға яқаланды. Қабатны сабық назир бойнуна алмай, емде 2014 сенесі референдумда иштирак етмегенні қайдеті. Январь башында Украинаның қавсызлық қызметі тынтув кечірді. Ве Русия гражданы паспортыны ве Қырымбашы Сергей Аксенов имзалаған қызмет шәдет нәмені тапқан edilер. Экс-мемур үкімні өз менфаатына құлануға Ақяр бюджетіне 18 миллион рублиге зарар кетірді. Ақярны мал, мүлк ве топрақ мұнасибетлер департаментінің экс-мудирі ве электронный архив адлы акционер жемиетінің генераль мудира махкеме үгінде жевап бережеклер. Бұқта Ақяр тақиқат идаресінің матбуат қызметі хабар етті. Махкеме қарарына көре жезаланғанларны 10 жылға же апске қапатылув ве 1 миллион рублиге же пара жезасы беклей. Иш план бойынша алып барыла Бақчисарайда Хан сарайның реконструкция ішлері девам етмекте. Енді 12 метрлік балкалар ерлештірілді. Экспертлерінің мәліметіне көре ескі ағачларының 80% бір қач асыр девамында чүрген чам тереклерінден япылған еділер. Оның үшін Таянув конструкцияларыны дегіштірмеге қарар алынды. Дамысе итальян керамид илет түшілді. Оқанлар дәвірінде япылған мальземеге пек яқын. Құрыжылар айтқанларына көре жәмеде құрыжылық ішлеріні имам Эркун зәрет ете. Шымды медени мирас үшін ичбір шейтеліке дегіл. Реставрация ішлерінден сон сарайның жәмесі да 300 ел тамирде мұқтач олмайжақ.
Yollarının keyfiyetli ortusu bala oyun meydançıkları, sportiv zallar bu hepsi Bakçısaray rayon sakinlerinin arzuları. Sportiv seksiyalarının oyun ve vokal tögereklerini ziyaret etmek bu regional mesele sayılam. Birkaç köylerde devlet dumame bulsa bulundu. Bu ziyaretten son değişmeler olacak mı yok mu? Bunu Ayşe Şulakova'nın levhasından bilirsiz. Это только одного ребенка. Bu Edişeli köyünde yaşayan yaş sporçularının irişmelerinden tek küçük kısmıdır. Eğer şahsi sport salon olsaydı neticeler daha çok olur idi, deyler yerli sakinler. Sport ile uğraşmak için balalar Bakçısarayga katnaylar. У нас нет спортзала маловидно, и нам надо ездить каждый день 8 километров в Бахчисарай. Sportzal ve bala oyun meydancığının kurulması Edişeli ve küçük yaşlav köylerinin meselelerini çözebilecek. Mında 1,5 binge yakın insan yaşay. Onların ekseriyeti ballar. Çeşit idarelerge müracaatlar yıllarca cevapsız kaldı. У нас в каждом дворе по трое, по четверо детишек. Площадки так таковой у нас и нету. Ну, есть там, например, футбол играть. Там у нас рядом дорога. Sportzal ve bala oyun meydancığı kurulması için yer endi var, lakin para yok. Көрішів çerçevesinde koy bir mesken yerge sport salonu adlı programmaga kirsetildi. Нужно будет, чтобы по каждой позиции у меня было техзадание, да? Так как строится для вас. Teberti umumtasil mektebinde de sportzal yok. Yaxşa ve olğanda talebeler azbar meydancıkta idman eteler, lakin soğuklar kelgen son buna çerek kalmay. Mektep binası eski, boş odalar yok. Meselelerin çözülüvü modul sportiv kompleks kuruculuğu ile mümkün. Böyle müracaat ile mektep müdürü Ayşe Sattarova parlamentariye kelgen edi. Даже вот месяца не прошло, меньше чем за месяц он отреагировал и сделал первый шаг навстречу. Спасибо большое. Kırım Cumhuriyeti'nin tahsil nazirliğinde bu meseleni bileler. Mebus onun çözülüvünü öz nezaretine aldı. Aşkhane ve başlangıç sınıflar için koşma bina. Böyle meseleler ile Bakçısaray rayonunun Alma-Tarhan köyünde Kırım Tatar Mektebinin hadimleri müracaat ettiler. Для установки модульного блока территория школы должна быть 8,5 тысяч квадратных метров, а у нас всего 5,5 тысяч квадратных. Binada aşkhane olmağını sebebinden talebeler öyle yemeğini aşamak için yolun öbür tarafında yerleşken başka mektepke barmağa mecburlar. Bu vaziyetten çıkmak için komşu meskeni satın almak. Ama buna para yetişmey. Аллаға bin kere şükür, lafımızını, müracaatımızını işitip, böyle bir büyük insanlar geldi ve bu suallerimizni çözmege, yardım etmege işandırdılar. Gelecekte eminiz yardım ederler. Meseleni hem büdjetten hem de büdjetten dış paralar ile çözecekler. Проблемы Виленской школы также будут решаться комбинированно, с учетом того, что глава республики, встречаясь с крымско-татарской общественностью, данные вопросы все взял на контроль. Все, что касается бюджетного финансирования, это и наличие столовой полноценной Виленской школы, это строительство отдельного корпуса для начальных классов. Bakçısaray'ın 7. mikrorayonunda Sabriye Recepova adına sokak sakinlerini şehir ile bağlay. Lakin yolun vaziyeti yaxşı değil. Yağanaklardan son yol batakka çevrili. Mında ne cayaf ne de maşinanen geçmek ağır. Görmeye çare yoktur. Yağmur yağsa вообще batak olamında. Ozen akab yerden. Ozen. Ukrayna devrinde Kırım Tatarlar toplu yaşayan yer dikkatsiz kalaydı. Adamlar infrastruktura inkişafı ile özleri uğraşaydılar. Sonsuz müracaatlar eşitilmegen kalaydı. Yollarının tamir etilivini Cumhuriyet başı öz nezaretine aldı. Bu sene onların leyhaları dizilecek. Şimdi ise karar alındı. Это не значит, что мы должны жить вот в таком состоянии. Конечно, да? Давайте, может быть, действительно временное решение, да, то есть вот сейчас здесь отгрейдировать, да, вот так, как мы сделали на фонтанах в Симферополе. Bakçısaray rayonuna ziyaret çerçevesinde bütün problemalar protokolga yazıldı. Onların test çözülmesi için yerlerde teşebbüsçiler grupaları yaratılacak. Ayşe Şulakova, Alişer Alimov, Millet için. Kırım'da saylav kampanya başlandı. Kırım paytaxtında Rusiya prezidentine namzet olğan Vladimir Putin'ge destek göstermek için imzalar topla başladılar. Bu sene Kırımlılar birinci sefer Rusiya prezidentini saylayacaklar. Böyle noktalarının birinde bizim muhbirimiz bulundu. Merkezi Saylav комиссиясының мәліметіне көре, бұл сене президент олмаға 64 намзет истек білдірді. Бұл рекорд сайылдыр. Ярмаданын әрбір шерінде енді имза ноқталары бар. Геншлер де фаал ноқтайы назарыны көстерелер. Мы, как студенты финансово-экономического колледжа, решили принять участие. Люди приходят разного возраста, принимают
активное участие в этом. Кырымда Русия Федерациясының ел башчысына қол tutмақ енгіл. Тек ақмет жетейім залар топланған 5 нұқта ашылды. Шымды Русия президенті олған Владимир Путин сайлауларға өз намзетіні өзі чықара. Канун бойынша бөле намзет гражданларының имзаларына тақдим етмек керек. Бұл іште она гонунлилер, яғни волонтерлар ярдым етелер. Имза нұқталары Русияның 16 регионында шу жүмледен Кырымда çalışа. Хочется стабильности и постепенного улучшения жизни по мере экономических возможностей. И я считаю, что это обеспечить может только Путин. Я хочу голосовать за Путина, потому что это наше будущее страны. И лучше, чем он, никто не сможет так. Мы считаем, что лучше Путина никого просто быть не может. Конечно, он может быть со временем подготовить себе преемника, но пока никого другого. Прекрасный президент, мы видим его по делам, по его. Видим, думаю, что только улучшение. Только улучшение. Он знает, что делает. Хатırlatамыз, президент сайлаулары 2018 сенянын март 18 күні олып кечеже. Кырымлылар Русия Федерация президентіні ilk сефер сайлажақлар. Имза қоймақ үшін кырымлыларның қолында тек паспорт олмалы. Веболе нұқтаға январның 30-на қадар мұражат етмек керек. Лилевджат Иван Евдокимов, Милет үшін. Бақчисарайда Гнездышко балабақчасының базасында яңы 110 ерлік модуль балабақчасы açılды. Төшеклер жиылды, раллилер де ерлештірілді. Балабақча бұтынлей балаларына қаршыламаға азыр. Бұл ерде әпсі яңы мебель ве техника еле донатылған. Бақчисарай ве район мемориетінің векілері яңы бинаны зәрет еттілер. Здесь сейчас будем набирать деток с 3 до 4 лет и с 4 до 5 лет. Поэтому группы очень просторные, шикарные, можно сказать. Если вот у нас в этом здании, я работаю больше 20 лет, там группы по 49, по 50 квадратных метров, то здесь группа 60-70 квадратных метров. По программе президента, федеральной целевой программе сегодня в Бахчисарайском районе и в городе Бахчисарай сегодня строится 3 детских садика. Это в Красном Аке и 2 компактных проживания крымско-татарского народа. В 6-м микрорайоне кооперативно и в 7-м микрорайоне. И, конечно, больше всех нам повезло, что вот мы видим на этой спиной модульный детский садик, который разгрузит сегодня именно очередь в этом детском саду. Пайтақта бір авто девамында yol әрекеті деңшежек. Бұқта шер мемуриеті рейсінің муавины Сергей Крутюк хабер етті. Деңшмелер 5 соқаққа Даир Буменделеева, Попова, Декабристов, Ветренева соқақлары. Бұда марталарда әрекет тек бір тарафлы олажақ. Бұндан қайры шер мерkezінде көмер соқақларда кемиет машиналарыны қалдырмаға ясақ етмеге ваде еткен еді. Әмді детский парк деп адланған дұрақның еріні деңіштірмек ақта сөз үрсетілді. Деңішмелер нақлия назерлігі ве Ахмеджет мемуриеті еле ішлеп чықарылды. Бұның мақсады шәріні еңгіліштірмек ве тықынтылардан қачмақ. Зуя қасабасында яшаған мұсылман қадынлар сөнмес ұчқын тешкілетінің активистлері небетекі сефер көріштілер. Иштиракчилер өзлерінің шиырлерін оқыдылар, өмірде олып кечкен адиселеріні тариф еттілер. Бүгін олар Қырым татар халқының медениетіні ве әдетлеріні сақламақ өзерінде çalışалар. Тешкілет ярмаданың әпсі жәмиве музейлеріні зерет етіп, оларыны тарихын огренмеге тырышалар. Мына бір айда 2 кере, кімерде бір 3 кере ола барамыз. Мына бір 25 жами уже 25 жами көрдік. Барып 2 оқыдық, намаз қылдық. Соңғысы бардық Ливатки жамисіне. Бигбегендік. Наша группа ездит по святым местам, больше мы узнаем, сколько мечетей у нас было до нашей, как мы сюда приехали, старые мечети, как Старый Крым, Феодосия, начал основание Ибн Сина мечеть. Ярымадада ап-аққар или қыш Қырым сәкенлері ве туристлер ағықы қышқа керчектен дедалмақ үшін төпеге дағларға көтерілмек кереклер. Қырымда тек бір қач ерде қар тапмақ мүмкін. Айпетри дағының төпе сақта не бітікелев қамас.
Тротуар плиткасы иле төшелген yolчыклар, яны коралар ве бакуф мейданлар. Инфраструктура эң алчак севиеде, амма табиат иле бах олдукча зиyadelештерилди. Бүгүн Айпетринин көрүнүшү тамам бойле. Катырлатамыз, Айпетри дагынын төпесинде июннун 29-ында агыр техника чалышып башлады. 45 канунсыз куружу объект йыкылды. Кавеханелер ве мусафирханелер сусыз ве газсыз чалыша эдилер. Умумен Платонун темизленуі 1,5 ай девам этти. Здесь были раньше какие-то кафешки, строения, это все отвлекало от природы. Сейчас стало чище, спокойнее, больше похож на заповедник именно, нежели на какую-то туристическую, такую не очень хорошую точку. Бу 1234 метрлик yüksекlik, огде бүтүн женеби ялы ачыла. Айпетри платосы 300 квадрат километрден зияде ерни тешкил эте. Онун дүлберлиги айретте калдыра. Төпеге чыкмак үчүн 3 эсас yol бар. Ялта тарафындан арабалар yolu, Бакчысарай тарафындан yol ве Мисхор тарафындан Аркан yolu. Бу дуньяда yolunun эң узун асылы дамартасы. О Гиннес китабына кирсетилген ве алемде эң чоң тейсурат калдырган 10 Аркан yolu сырасына кире. Авада 15 дакыка булунасын, көтерилүү тамам шу кадар вакытны ала. Ве бу 15 дакыкада ярмаданын эң гүзел көрүнүшлөрүн темаша этесин. Ерден 1 километр төпеде булунганда эмди адреналин эсетесин. Бойлы ерлер ярымадада чоқ дегіл, мында ажайып көрінішлеріні қарлы дақ төпелеріні көрмек мүмкін, витамам мында ақиқи қыш дуюла. Султанес Такаева, Арзы Хасянова, Дамир Якубов, Миллет үчүн. Бу hafta Кырымда ава суыйжак, бүгін күндүз ава арареті 5 дереже сыжакны тешкіл этежек деп хабар етелер. Синоптиклер геже яғмур бекленіле, сон есе бу яғмурлы қарға чевірлежек. Ава арареті 0 дережеге түшежек. Хафтаның соңында есе Кырымда қар яғмасы бекленіле. Ярын саат 9-дан 16-ға қадар Сақ-Шерве районында Кырым Жумхуретнің назирлер шура рейс муавина чықыш гражданларына қабул етежек. Шымдылық бұл эпсі малюмат саат 21:30-да есе кележек хаберлер информацион программасының Нариман Тарсинова иле қачырманыз. Көршмек үзре сағылықнен қалыныз.